Баяғы өткен заманда күйік деген қала маңында бір жесір кемпір болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен. Анасы балам адам болса екен деп армандайды екен. Анашым, адам болу үшін не істеуім керек? Осы ауылда ғұмырының жартысын ілім үйренуге, қалған жартысын оны үйретуге арнаған қария бар. Соған барып батасын ал. Қарағым, білімді мен білімсіз ешқашан тең болмас. Кімде-кім білім жолына түссе, Алла тағала оған жәннатқа барар жолды көрсететіндігін ұмытпа. Ата, оқуға төлейтін ақшам жоқ. Ілім іздегенге көктегілер мен жердегілер, тіпті судағы балықтарға дейін жарылқау тілейтіндігін біл. Алла тағаланың өзінен шынымен қорқатын құлын ойламаған жерден ризық беретін, қиналған сәтте көмекке келетіндігін есіңнен шығарма. Және де әрбір ісіңді бисмиллах деп баста. Қарияның батасын алған соң, бала анасымен қоштасып жолға шығады. Сөйтіп тоқтамастан 2 күн 2 түн жүріпті. 3-ші күні әбден қалжырап, шаршаған соң үлкен ағаштың түбіне аялдап, бірден қалқып кетеді. Көзін ашса, бір үлкен жылан ағаш басында құс ұясына қарай өрмелеп барады екен. Бисмиллах дейді де, қолына ілінген таспен жыланды ұрып өлтіреді. Сөйтіп қайтадан ұйқыға бас қойған кезде, кенеттен қара дауыл тұрып, артын өсер жаңбырға ұласыпты. Аяқ астынан болған тосын құбылысқа таңырқап тұрғанда, бір алып құс келіп қонады. Әлгі құс баланы көре сала, жұтып жіберуге ұмтылған екен. Балапандар шырылдап ара түсіп, бізді абжыланнан құтқарған осы адамзат. Сөйтсе, әлгі қара дауыл құстың қанатынан туған жел, ал нөсер жаңбыр оның көз жасы екен. Жылда ұя басқанымен, өзі азық іздеп кеткенде, банағы абжылан балапандарын жеп кетеді екен. Алып құс балапандарының аман қалғанын көрген соң, жапан далада не іздеп жүрсің деп сұрайды. Ілім іздеу үшін жолға шықтым. Менің балапандарымның астында бір уыс алтын жатыр. Соны ала ғой. Жақсылыққа жақсылық. Сөйтіп, бала құспен қоштасып, сапарын әрі жалғастырады. Ойламаған жерден мұндай ризыққа кенелген бала Аллаға мадақ айтып тұрғанда, қарияның және оны ойламаған жерден ризықтандырады деген сөзі есіне түсіпті. Сөйтіп бала барар жеріне аман есен жетіп, жылдар бойына оқып, еліне үлкен ғалым болып оралыпты.